қаншама тазылар қойға малға жүгірген сайын бейшаралардың тағдыры үзіліп, мынандай шойын тест цепке отырып, мынай мысалы или атылып кетіп отыр. Негізі өзі табиғи жыртқыштың табиғатында бар зат қой ол. Өзінің жемтігін аулау деген. Оны қолымыздан келгенше тәрбиелеп жатыр. Гибридтерде бар, гибридтерде жоқ. Бірақ сондықтан сондай жүйріктер босқа обал атылып кетпесін, осындай цепке отырмасын деп, осындай жүйріктерімізге мынандай бір шокер дейді, электрошокер. Құдай қаласа қалай жұмыс істейді, пайдасы бар ма, жоқ па, соны көрсетеміз. Иттеріңіз малға, құсқа жүгіріп жатса, осыны пайдаланасыздар. Ал эксперимент көресің бе?